Қысқасын айтқанда, маусым айының жинағы. Достар, видео басталмай тұрып сендерден бір өтініш. Астыда қызыл кнопка подписаться болса, басып кетіңдер. Менде 72% адам без подписки көреткен. Егер подписаться етсеңдер, маған өте приятный болшыды. Ал ары қарай тамашалай беріңіздер. Қысқасын айтқанда, жүгіріп жүрмін. Бүгін болатын. Мен ерте тұрып, далаға жүгіріп қайтуға шықтым. Оң аяқпен жүгірдім, сол аяқпен жүгірдім. Аяқсыз, құдай сақтасын. Жүгіріп келе жатқанда онлайн сабаққа қатысу керек екені есіме түсті. Мен жүгіріп жүріп қатыстым. Турникке тартылып тұрып қатыстым. Бір баланы ұрып тұрып қатыстым. Мә, сабақ бітпей кетті ғой, әкес. Деп соткамды түртсем, галереядағы скриншот екен. Бәсе мына балалар туалетте әлі тұр. Алдына қыз өзінен дәу пицца алып адамның аузындағы суын ағызып тұр. Айтпақшы, сабақ баяғыда біткен екен ғой. Айтпақшы, кеткен соңғы қоңыраулармен деп әрі қарай жүгіре бердім. Бір уақытта алдымнан біреу шығып, менің арт жағымнан жүгіре бастады. Мен қаша бердім. Ол қолай берді. Мен қаша бердім. Бір уақытта ағаштың артына келіп тығылып қалдым. Брат, мен сенімен амандасайын деген. Сөйтсем райондағы шкаф прачке екен. Қысқасын айтқанда, жүгіріп жүрмін. Қысқасын айтқанда, досымды аңдыдым. Мен ағаштың артында тығылып жүрген болатынмын. Себебі досым күнде кешке таман шығып кететін. Бұл жағдай 3-ші рет емес, 4-ші рет емес, 1-ші рет болып жатыр. Мен бұны анықтауым керек дедім. Шықтым үйден формамды үтіктеп, қалай брат еп-жеп ет-жеп. Бүгінге цел қалаға шығу, арасында 3-4 қыз сындыру. Ой, не шайып кеттім. Тура сол кезде досым: Отырмыз, брат. Қыз сындыратын уақыт бол қалды ма деп ойлағам ғой. Ну ладно деп досым ары қарай кетіп қалды. Мен оны аңдуды бастадым. Досым еш уайымсыз жүре берді. Ал мен аңдып, уайымдап әрең келе жаттым. Досым келіп, уайымдамай жүре бер деді. Артынан аңдығанымды біліп қойып, мені ешкім жоқ бұрышқа алып келіп, шалбарын шеше бастады. Мен қатты қорқып кеттім. Брат, мен еркекпін, мен қызым бар вообще-то. Ал ол болса: брат, похуй. Сөйтсем шалбарын жөндеп жатыр екен. Фух деп үйге бірге қайттық. Қысқасын айтқанда, досымды аңдыдым. Қысқасын айтқанда, заброшка. Бүгін мен өте көңілді жүрдім. Себебі досыммен заброшкаға барамын. Бірақ алдында заброшкадан кішкене қорққан болатын. Енді кішкене ғана. Тура сол кезде досым мені көріп, ол маған қарай жүгіріп келді де: "Дайынсың ба?" деді. Мен дайынмын деп алдына шығып отырып алдым. Ол заброшкаға барғанға дайынсың ба депті. Мен ары ойланып, бері ойланып, жатып ойланып, шай ішіп ойланып, туалетте ойланып, ақыры соңында: мен дайынмын ғой деймін, вроде солай, Сөйтіп біз заброшкаға қарай кеттік. Мен жолда әрең келе жаттым. Ал досым болса спокойно келе жатты. Мен қорққаннан суды да дұрыс іше алмадым. Бір уақытта әрең дегенде жеттік. Досым екіге бөлініп жүрейік деді. Мен тағы да ойланып жатқанда, досым уже кетіп қалыпты. Мен кіруге қорқып, досымды далада күтіп отырдым. Бір уақытта артымнан бір нәрсе қозғалғандай болды. Мен қолыма ағаш алып ұруға дайын тұрдым. Сөйтсем досым екен. Қысқасын айтқанда, заброшка. Қысқасын айтқанда, зомбимін. Жаңалықта зомби туралы айтқан соң, сенер-сенбесімді білмей, досымды шақырдым. Наски турси скидка 90% аламыз. Досым терезеден секіріп кіріп: "Оптомға сіздер скидкалар бар деп естіп жатырмын." Бар, бізде қандай түрін аласыз? Не шайып кеттім деп, досым алған оптым нәскиді қолына беріп, мән жайды түсіндіре бастадым. Ол маған ондайға сенбе деді. Бірақ бұны Аяз атаға әлі күнге дейін сенетін адам айтып тұр. Мен оған тістеп алған адамды көрсетейін деп, далаға алып шықтым. Бірінші дәлел өртеніп жатқан машина дедім. Оның нервқа тиетін күлкісі нервқа тиетін түрге айналды. Сол кезде бір нәрсе жүгіріп өтті. Моргенштернің өлеңін тыңдап псих болып кеткенін біліп, біз қайтадан үйге кірдік. Менің туалетке барғым келді. Ал досым скидкаға алған нәскиін киіп отырды. Мен жуынатын бөлмеде өзімді біртүрлі сезіндім. Ал досыма бұлай естіліп жатты: "Енді мен зомбимін." Қысқасын айтқанда, зомбимін. Қысқасын айтқанда, елес. Мен әдеттегідей жүрген болатынмын. Так, стоп, бүгін ерекше бастайын. Мен әдеттегіден өзгеше болып, біраз тезірек жүрдім. Бір уақытта ұшып тұрған сумкаға соғылып қалдым. Ол кешіріңіз деп орнымнан тұрғызды да: "Мына гостиницада бос номер бар ма?" деді. Егер мен оған бар десем, қазір халявный ақша аламын деп. Құрметті атыңыз ғой? Елесов. Құрметті Елес мырза. Біздің госпиталь өте керемет жағдайда жасалған. Бұл жерде не сұрасаңыз бәрі бар. Енді туалет мәселесіне келетін болсақ, мына жердің любой жері туалет болып келеді. Енді ары қарай туалетке барамын.
біздің 6 жұлдыз құрты бар гостиница сізді қарсы алады. Қанекей шапалақ. Бір номер беріңіз деп қолыма ақша ұстатты. Олардың ақшасы сүйек екен деп қалтама салып қойдым. Бір уақытта Елес келіп душқа түсетін жер бар ма деді. Мен әрине бар дедім. Мына турбаның мына жеріне су құясыз да біраз уақыт күтіп тұрасыз, сосын мына жерінен ыстық су ағады деді. Бірақ анау-мынау су емес, Coca-Cola, Fanta деген бензиннен құясыз дедім. Ол түсініп кетіп қалды. Қысқасын айтқанда Елес. Достар, видео ұнаған болса міндетті түрде лайк басып каналға жазылып кетейік. Алда тағы да қызықты видеолар шығатын болады. Бәріңізге давайте.